Ассалаумағалейкум, құрметті аналар. Сіздерді бүгінгі келіп жеткен көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Тауда, қыраттарда, нағыз мұзды жерде, әлі көбесі сөгілмеген қардың үстінде ең бірінші тіршілік иесі көктемді білдіріп бәйшешек деген гүл бірінші бір жарады. Аналардың мінезі де, образы да осы бәйшешек гүліндей. Небір қысталған күндері, небір қуанышқа толы сәттерде еш нәрсеге қарамай өзінің сәбиін өмірге әкеліп, ұрпақ жалғастырып жатады. Ілгеріде өмір сүрген батыр ұлдарымыз болды. Олар қазақта сансыз. Батыр қыздарымыз болды. Олар да сансыз. Санай қалсақ, санына жете алмаймыз. Бұл өмірдің жалғасы, өмірдің гүлі, өмірдің сәні аналар дегенге келіп саяды. Аналар тіршіліктің тұтқасы. Өміріміздің сәні, көңіліміздің шуағы. Мына гүлдердің барлығында қызғалдақ болсын, сарғалдақ болсын, көк гүл болсын, қандай гүлді алмаңыз, роза гүлі болсын, бәрі де аналармен жарасымды. Аналардың қолына ұстағанда ол гүлдер егіз сияқты болып көрінеді маған. Ілгергі заманда, ықылым заманда өткен батырларды былай қойғанда, кешегі күңіренген 1986 жылғы желтоқсандағы Қайрат Рысқұлбеков батырымызды алайық. Қазақстанның халық қаһарманы. Ол ұлымызды да өмірге алып келген ана. Саусақпен санай алмайтындай, санына жете алмайтындай. Кең даламыздың, дархан даламыздың төскейінде өмір сүріп кеткен, және өмір сүріп келе жатқан бар айтулы тұлғаларымызды, ғалымдарымызды, әншілерімізді, жазушыларымызды, қайсала болмасын, барлық ұлдарымыз бен қыздарымызды осы өмірге алып келген аналар. Олай болса, күннің алғашқы жерге түскен шуағы сияқты, өздеріңізді роза гүлін, бәйшешек гүлін қолымызға ұстап тұрып, құшақтарыңызға сыймайтындай етіп, өмірге алып келген ұландарыңыздың атынан бүгінгі келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Мереке мерекеге ұлассын.